Бәріңізге сәлем, мен Динарам. Бұйыртса бүгінгі блогта круиздің ішінде не бар, круиздің іші қандай лайнерлар бар, барлық лайнердің іші бірдей ма, олардың ішінде не тегін емес, валюта қандай, қанша ақша алып бару керек, мысалға әрбір өтетін шаралардың уақыттары қалай болады, біз кеменің ішінде адасып кетпейміз ба, бір-бірімізді қалай табамыз, круиздің ішінде ішің пыспайды ма, круизға өзіңізбен бірге не алып бару керек, не керек болуы мүмкін, одан кейін қандай киім алып бару керек. Мен кәдімгідей жазып тұрып дайындалдым, осы сұрақтардың барлығын сізбен бөліскім келіп. Одан кейін круизді қалай таңдасақ болады, және де ең керемет, ең бірінші сұрақ ол круиз қанша, және де қай жаққа деген сияқты сұрақтар бар, қаншаға шығады деген сияқты. Сол үшін сол сұрақтардың барлығына жауап беремін. Қосқаннан кейін қанша уақытта бара аламын деген сұрақтар да бар. Жалпы жиыны осы. Енді кезек-кезегімен мен ойыма түскенімен барлығын айтып бөлісетін боламын. Сонымен жалпы Incruises біз түсіндік, Incruises'тің өзінің кемесі жоқ. Ол осындай компания, кемесі бар компаниялармен, лайнерлермен жұмыс жасайды. Компания лайнер. Incruises'тің өзінде 5500 бағыт бар. 17 лайнермен бірігіп жұмыс жасайды. Жалпы әлем бойынша енді 400-ден аса лайнер бар дейді. Соның ең жақсы және де ең сенімді 17 компаниясымен жұмыс жасайды. Қараңыздар, бұл лайнердің яғни бағыттары үнемі ауысып отырады. Мысалға, Дубай жаққа деп айтайық, Дубай жаққа арналған лайнер 10-11 айда басталып, немесе 9 айда майға, 3 ай мартқа дейін жалғасады, наурызға дейін. Одан кейін ол кемелер тоқтайды, ол кемелер Европаға қарай жүреді. Европаның бағыттарына қарай кетеді. Себебі Дубайда жазда ыстық болады, Сол үшін сондай бағыттары үнемі өзгеріп жатады. Сол үшін әрі 17 линия ғана болғанмен де бір линияның өзінің бірнеше лайнерлары болады. Мысалға, лайнерлар қалай бөлінеді? Әр жыл сайын олар бірнеше жыл ішінде енді әр компания өзінің лайнерін жасап шығарады. Лайнерлар жалпы өздерінің, яғни жұлдыздармен бөлінеді, оның ішкі жағдаймен бөлінеді деген сияқты. Круиздің іші қандай? Әр лайнер, әр круиздің іші әр түрлі. Бірінде жоқ нәрсе, бірінде бар, бірінде жоқ нәрсе, бірінде бар. Сондықтан круиз брондаған кезде жаңағы бұл лайнер суға қашан түсті, қай жылы, қанша жұлдызды, ішінде не бар, фотолар барлығы болады. Соған мән беріңіздер. Оның барлығы сайтта тұр, сайтқа тіркелу тегін, сайтқа кіресіз, поиск круиз деп таңдайсыз, сол жерде баратын бағытыңызды, күніңізді таңдасаңыз, сізге осындай лайнерлар бар дейді. Соның ішіне кірген кезде осының барлығы тұрады. Мысалға, біз барған Коста Тоскана, мен қазір осы видео түсіндіруден кейін өзіміздің круиздің ішіне мен барлығын түсірдім, соны қосып қоямын. Бұл біздің болған круиз. Ол сіз барған басқа круизда болмауы мүмкін, немесе яғни лайнерге байланысты. Сол үшін барар кезде мұқият қарап аласыз, не бар? Адамның көңіл көтеруіне арналған, шынымды айтсам, барлық концерт болсын, спорт болсын, түрлі концерттер енді ішіндегі айта алмаймын жай сөзім. Біз бір аптаның ішінде қарап бітпедік қой. Себебі әр жерінде әр нәрсе болып жатады. Таңертең оянған кезде есікке қағаз қыстырылып тұрады. Мен көрсеттім ғой сіздерге. Сол қағазда таңғы сағат 7-тен бастап түнгі сағат таңғы 4-ке дейін не болатындығы, қай жерде, қай этажда, нешеге дейін болатындығы барлық жазылып тұрады. Бөлмеңізде телевизор болады, содан тікелей эфирде де жаңа концерт болатын жерде көрініп тұрады. Соткаңызда сіз тіркелгеннен кейін сол лайнердің бағдарламасы болады. Сол бағдарламадан да көре аласыз, не болып жатыр, қай жерде, қай бөлмеде, қай этажда. Осы бағдарламаңыздан көре аласыз. Мен Коста Тоскана лайнерінде болдым. Мен айттым, сол кезде мен скрин жасап алдым, экрана видеоға жаңағы программаның ішін. Қазір осы видеодан кейін де оны қалдырамын. Көріп шығыңыз. Осы
лайнердің ішінде ғана ұстайды Wi-Fi, және сол бағдарлама ғана барлығын көре аласыз. Және де ол жерде чат бар. Өзіңіздің бірге барған адамдарыңызбен сол чатпен сөйлесіп, бір-біріңізді іздеп таба аласыз. Және де сол лайнердің ішіндегі адамдармен де танысып сөйлесуге болады. Сондай мүмкіндіктер бар, барлығы аттарын жазып, солай былайша айтқанда чат бар. Атқан жанарыңды жүрегіңнің қатқан ұнаттым мен бірақ күннен көңіліңді сыр жатқан елеңдеттің тыңдаттың өлбіреген үніңмен сен мен үшін жұмбақсың жауабын білмеген ұнайды маған еркелеткен сөздерің ұнайды маған жалын атқан көздерің ұнайды маған бір өзіңмен сырласқан ұнайды маған себебі сен жасырмайсың көңілдегі барыңды себебі сен ұқсамайсың басқаларға кәдімгі сен жалғансыз шынайы осындайсың себебі сол мінезің ұнайды сенсің маған керегі ұнайды маған еркелеткен сөздерің ұнайды маған жалын атқан көздерің ұнайды маған бір өзіңмен сырласқан ұнайды маған еркелеткен сөздерің ұнайды маған жалын атқан көздерің ұнайды маған бір өзіңмен сырласқан ұнайды маған ұнайды маған еркелеткен сөздерің ұнайды маған жалын атқан көздерің ұнайды маған бір өзіңмен сырласқан ұнайды маған еркелеткен сөздерің ұнайды маған жалын атқан көздерің ұнайды маған бір өзіңмен сырласқан ұнайды маған Тамақтары халал ма? Ресторандар жалпы 24 сағат жұмыс жасайды деп айтады. Бірақ арасында мысалға таңертеңгі уақыттан түскі уақыт арасында 1-2 сағаттай уақыт жабық болады, себебі жаңағыдай тамақтарды алып ауыстырып жаңағы аспаздар дайындалады. Одан кейін түскі уақыт пен кешкі тамақ арасында сонда кішкене айырмашылықтар бар. Түнгі 2-де жабылады, таңғы 6-да қайдан ашылады. Былайша айтқанда сіз кез келген уақытта тамақ ішуге барсаңыз тамақ болады. Сол кезде әрбір меню болсын, ресторанға барған кезде менюдан қарап заказ бересіз, буфетке барған кезде өзіңіз салдыртып аласыз. Екі жерде де әрбір тамақтың анықтамасы тұратын қағаз болады. Сол жерде халал белгісі тұрады. Және де сіз мүмкін орамалда болатын болсаңыз, саған бұл болмайды деп айтады. Көбінесе халал бөлімі бөлек тұрады, харам жаңағы басқа заттар қосылған жоқ бөлек бөлімде тұрады. Тіпті олардың қасықтары дейміз ғой ауыспайды. Мына ыдыста не, мына ыдыста деп тұрмайды, бөлек-бөлек тұрады. Сол үшін ондай қиналыс болмайды тамақ жеген кезде. Себебі тамақтың түрі өте көп, не жеймін десеңіз барлығы бар, өзіңіз таңдайсыз, өзіңіздің қалауыңыз.
тамақтан көп нәрсе жоқ былайша айтқан кезде. Сусындарға қатысты сіз алдын ала бронь қойған кезде сайтта плюс жаңағыдай сусындарды қосқаныңыз жақсы. Мен ошол сізге кеңес беремін. Себебі круизный лайнер өзі тек қана су, кофе, одан кейін су, кофе, тағы чай ғана ұсынады, былайша айтқанда тегін. Ал сусындар, жаңағы газды сусындар, шырындар түрлі, ол жақта жаңа платный болады. Сондықтан броньдаған кезде алсаңыз, онда кез келген жерден алып ішіп жүре бересіз. Соны қосуды ұмытпаңыздар. Ол енді әр лайнерде бағасы әртүрлі. Бірақ қосып алған дұрыс. Себебі сіз теңізде боласыз, әр жол тамақтануға барасыз, сусын болған жақсы, соны қосуды ұмытпаңыздар, иә. Одан кейін ішің піспай ма? Круизда жоқ, піспайды. Үлгермейсіз ананы барлығын көріп. Себебі барлық уақыт сізде жолғы уақытқа құртпайсыз, аэропортта уақыт күтуге құртпайсыз, чемодан тасуға уақыт құртпайсыз. Оның барлығы тұр. Сізде тек қана қыдырып уақытыңыздың барлығы. Ішің піспайды. Себебі сіздің қызығушылығыңызды табатын программалар ол жақта жеткілікті. Бас айналмайды ма? Жоқ, мысалға осылай су тұрады ғой, болды осылай тұрады ғой, ана кеме қатты кетіп жатыр. Ол жақтағы стабилизаторлар өте мықты жұмыс жасайды. Енді таң қаласың, жан-жағыңа қарасаң, кеме кәдімгі кетіп баратады су жан-жаққа. Ал сен сезбейсің. Мен ұйықтаватқан кезде оянып кетемін, мен кемеде екенмін ғой деп, тамақ жатқан кезде, біз жүріп келе жатыр екенбіз ғой, жүріп кетіппіз ғой деген сияқты сондай сезім болады. Мүлде сезілмейді. Әрі ол жерде жастары 60 жоғарыдан асқан кісілер 70-80% шығар. Ойлаңыздаршы, үлкен кісілер. Ондай еш нәрсе жоқ. Тек бір қызық бар, ол елге келгеннен кейін сен отырасың, барлығы жүргеніне үйреніп қаласың, жан-жағың жүріп жатады, бәрі жүрмей жатқан сияқты, немесе кішкене бүйтіп тұрған сияқты сезіледі. Ол Қазақстанға келгеннен кейін, үйге келгеннен кейін алғашқы бірінші күн. Ал одан кейін басқа қиындықтар бола қоймайды. Круизға өзімен бірге не апару керек? Қараңыздар, бізде круиздің ерекшелігі бір дегенде бірнеше мемлекетке бару болды. Мысалы, біздікі 8 күнде 3 мемлекет, 4 қала болды. Сол сияқты сіздің маршрутыңызда кем дегенде 2-3 мемлекетке барасыз. Әр қалаға түсесіз. Барынша саяхатта адам ақшасына эконом жасайды деген сияқты, немесе өзінің жейтін тамақтарына алаңдайды деген сияқты. Сол үшін круизда біз мысалға контейнер алып бардық. Сол контейнерге біз жаңағы өзіміз жегіміз келетін таныс тамақтарды салып алып, бутерброд жасап, біз әрбір қалаға тоқтаған кезде, сол қалаға түскен кезде біраз аралап болып, қарнымыз ашқан кезде жеп жүрдік. Себебі әр мемлекетке тоқтаған кезде ол жақты тамақтарын сіз жей алмауыңыз мүмкін, көше тамақтарын жақтыртпауыңыз мүмкін, ұсынып қаламын деп ойлауыңыз мүмкін. Енді әртүрлі адамдар бар, әртүрлі қалау бар, әртүрлі тамаққа тәбеті бар, сондықтан одан да круиз үшін өзіңіз жейтін тамақты алып шыққаныңыз дұрыс. Тағы да қосатын ақпараттар бар болып тұр круизға, тағы да не алу керек өзімен бірге? Отпариватель, баклажка, термос, мынандай контейнер, салафан, чай, мынандай заварочный. Егер сүт пен шай міндетті түрде ішетін адам болсаңыз, өзіңіздің шайыңызбен сүтіңізді. Сүт пен шай бар жалпы, тек қана завтракта болады. Әрі қара шайда тек дәндермен болады, мысалы шабдалмен, алмамен деген сияқты тап-таза қара шай. Европалық заң бойынша сүт пен шай деген жоқ бұларда. Сондықтан біздің қазақи адамдарға ол маңыздырақ деп ойлаймын. Сол үшін өздеріңізбен мынандай кішкентай сүттер или мынандай қалай шадринское молоко алып келсеңіздер болады. Тағы содан кейін нюанстар бар. Пармен үтіктелетін үтік алуға рұқсат өткізді, ол жерде үтіктеу бір киімнің өзі 4-5 евродан басталады. 2,5 мың теңгеден бастау алады бір киімнің өзі. Ал әрбір киімді олай үтіктеуі меніңше тиімсіз болады. Одан кейін қандай валюта жүреді? Круиздің ішінде евромен, бірақ карточкамен жүре бересіз ғой. Каспи картаңыз болсын, басқа картаңыз болсын, шешілгенде евромен шешіледі. Одан кейін қандай киімдер апару керек? Круиздің ішінде әр күні өз бір, мысалы бүгін ақ вечеринка деген сияқты, бүгін
элитный стиль, бүгін көше стилі деген сияқты сондай бір өзінің қызық әркімге арналған бағдарламасы бар. Адамдар соған сәйкес киініп келеді. Сол үшін былайша айтқанда өзіңіз қалаған ыңғайлы кез келген киім және де сондай бір кештерге арналған күшті формаларыңызды, каблуктарыңызды қыздар алып барсаңыздар болады. Себебі күшті кештер болады. Әрі іші жүруге де ыңғайлы, түрлі элитный былайша айтқанда концерттер де болады. Өзіңіз суретке түскенге де былайша айтқанда алып баруға болады. Ал саяхаттағанда міндетті түрде ыңғайлы аяқ киім киіңіз, себебі аяғым шашылса, аяғында ыңғайсыз аяқ киім болатын болса, саяхаттағаннан ләззат алу өте қиын болады. Себебі саған ешнәрсе қызық емес болады, аяқ киім ыңғайсыз болатын болса. Ол жалпы мен Турцияда тур жасап жүрген кезімде де сол нәрсені үнемі ескертетінмін, ыңғайлы аяқ киім киіп келіңіздер, ыңғайлы киім киіп келіңіздер деп. Сол үшін өздеріңіз қарайсыздар, Жалпы өте маңызды сұрақ, ол круиз қанша тұрады, қанша ақша керек? Мен қазір салып бастасам, қанша уақыттан кейін бара аламын? Бұл жер тек қана өзіңізге, өзіңіздің қалауыңызға, өзіңіздің уақытыңызға байланысты, және өзіңіздің қалтаңызға. Круиз байланысты. Қай бағытқа барасыз, қай уақытқа барасыз, қанша адаммен барасыз, ол адамның жастары қандай, ол бала ма, 55 жастан жоғары адам ба? Сіз ішкі бөлмеде жатасыз ба, терезесі бар бөлмеде жатасыз ба, әлде терезе балконы бар жатасыз ба, әлде вип комнатада жатасыз ба? Ол соған байланысты. Ол лайнерге сіз қашан бара аласыз, Сіз сол лайнер қанша теңге тұр, сразу соны бірден салып кете берсеңіз болады 14 күннен кейін. Неге 14 күннен кейін? 14 күнде активация жүреді. Мүмкін 14 күнде ойланып қаласыз, мен көп круизға жазылмаймын, бір сенімсіз сияқты, мен қаламаймын, жазылмайтын болдым десеңіз, айнысаңыз 14 күнде ақшаңыз қайтарып береді. Сіздің жаңағы есебіңіз жойылады. Мен қабылдадым, жақсы, мен круиздан саяхаттаймын десеңіз, 14 күннен кейін қалған ақшаңызды құйып, толық құйып, келесі айда кете бере аласыз. Бірақ бұл тиімсіз болады. Өйткені бұл жерде компанияның үстінен ешнәрсе қосып тұрған жоқ, сізге башқында көмектесіп тұрған жоқ бұл жерде. Сіз бір айда сразу өзіңіз төледіңіз, кеттіңіз. Ал жаңағыдай қалай тиімді қылуға болады? Мысалға, сіздің круизіңіз $1000 болды деген, оның 50% сіздің есебіңізге шешіледі. Жаңа осыған дейін жинаған ақшасы 50%-ін алып қосу керексіз. Ал 50%-ын жинаудың өзінің 50%-ның $250 сіздікі, $250 былайша компанияның есебіне шешіледі. Сіз бірінші видеоны қарап шығыңыз, круизда мен толық түсіндіргенмін, қалай ақша жиналатындығы. Яғни сіз егер келесі айда кетіп қаламын десеңіз, 25%-ық жеңілдікті ала алмайсыз. Егер сіз шотыңызға ақша жинап асықпай жинасаңыз, онда 25%-ық компанияның берген жеңілдігін пайдалана аласыз. Сол үшін біз жинаймыз. 25%-ық жеңілдікті алу үшін тек қана өзіңіз үшін жинасаңыз, 25% ғана сіз жеңілдікті ала аласыз. Ал егер команда құрып, жаңа үлкен командамен жұмыс жасап жатсаңыз, 50%-100%-ға дейінгі тегін шығу, жартылай тегін шығу жолдары бар. Ол енді ары қарай маркетингімен сізге танысу керек болады. Маркетингі, ішкі системасы жайлы, қалай жұмыс жасайтындығы жайлы мен келесі блогтарда оны бөлісетін боламын. Әзірге айтарым, ақшаны бірден төлеп кетіп қалуға болады. Жоқ, мен кішкене жинап, 2-3 айдан кейін кетем десеңіз де болады. Оның барлығы сіз қай жаққа барасыз, қанша адамға барасыз, соған байланысты ақшаңызды көріп алайық. Бастап жинай беріңіз 2-3 ай. Ары қарай сізге ары қарай жинау керек па, жинау керек емес па, байшқанда мүмкін сізге жеткілікті шығар, осы уақытқа жинаған. Сіздің бар тікелей өзіңізге байланысты, өзіңіздің қалауыңызға байланысты. Ешкім сізге айта алмайды, 500 теңге сал, мына жаққа барасың деп айтпайды. Өзіңіз шешесіз, өзіңіздің қалауыңыз барлығы. Және де самостоятельный, жеке өзіңіздің жұмыс жасауыңызбен ғана бұл шөт жүріп отырады. Қазір келесі видеода Коста Тоскана, менің алғашқы круизім, кеменің іші бірге тамашалайық. Қайырлы таң. Дәл қазір таңғы асқа бара жатырмыз бөлмеге. Еске осындай бүгінгі күннің бағдарламасын қойып кеткен екен. Қазір ашып көрсетемін. Және қолымда карта бар. Қазір біз лифтіға бара жатырмыз.
ұзақ кете береді бөлмелер. Қазір осы номер бойынша бөлмені табасыздар. Бұл жерде лифт. Лифт қанша? 6-8 лифт бар. Жанғаны жоғарыға ма, төменге ма соны көрсетеді, соған отырасыз. Сегізінші қабатта буфет орналасқан. Сол буфетке барамыз қазір. Қазір сағат 9:30. Қазір мен қолымда камераны сәтімші. Бұл бізде осы круиздің картасы. Қай жерде не орналасқандығы жазылған. Бастапқыда картамен жүрмесең, шатысы көп болады. Мына жақта қазір кофе ішіп жатыр, адамдар әңгімелесіп, кеме жүріп келе жатыр. Бүгін біз теңізде боламыз, ертең Алла қаласа Маскат, Оманға жететін боламыз. Мына жақта барлық ресторандар бар, көңіл көтеру барлық көрсетіп тұрады. Осымен жүрміз. Біз қазір 8-ші этаждың ең басына барып жатырмыз. Буфет сол жерде орналасқан. Міне буфет басталды. Бұл жерде өзің таңдап аласың. Содан кейін орындық тауып, сол жерге жайғасасың. Мына жақта өздері салып береді. Мына жақта сусындар. Енді тамақтар көреміз. Мына жерде нанның түрлері беріледі. Мына жақта тәттілер, круассан. Мына жақта сусындар. Бұны алдын ала круиз броньдағанда қосу керек. Кісі көп, ұлт көп, тіл көп. Мына жақта фруктылар. Мына жерде омлет жасатып жатырмыз. Неге осы жақ беті халал. Қазір мына жақта өзің таңдайсың. Бұрыш, сарымсақ, помидор, сыр. Очередьпен тұрасың. Бұл жерде таңғы асқа кашаның түрлері. Окей. Таңғы асқа осындай каш алдым, өте дәмді, әрі жеңіл екен. And melon and Thank you. Осы жерден түрлі бұрыштар, кофе, ыстықсыз алуға болады. Алдыға қарай жүретін болсақ, бізден круассан, тоқаш, нанның түрлері, кекстар. Бұл жерде таңғы асқа колбаса, балық, жұмыртқа, нанның тағы түрлері. Мына жақта алма шырын, апельсин шырыны және де кофе, ыстық шай алуға болады. Осы көрініспен қазір Алла қаласа таңғы ас ішетін боламыз. Оман қаласының жағалауы.
бітті, және де айналадағы көрініс осындай. Мына жер өте керемет жері. 120 метр биіктікте. Супер. Мына жақта осындай аура. Мына жақта би болып жатыр. Ар жақта аквапарк. Он жетінші қабаттағы джакузи. Қатты терең емес, балаларға да, үлкендерге де болады. Бассейн, оң жақтан мен джакузилар бар. Ыстық су. Шығады. Міне осылай ішінде кіріп отырады. Мына жақта бар. Мына жақта былай түскі асқа бара жатырмыз. Қазір біз жүзіп келе жатырмыз. Тамақтарымызды алдық. Жүзіп келе жатырмыз, бірақ су қозғалмайды. Бүгін біз теңізде боламыз. Ертең таңға дейін ала қалса. Бізге ас болсын. Мен алғаным осындай сливки мен картошка және де тауық. Тәтті. Мына жақта балық түрлері. Салат. Сыр. Колбаса, бекон. Салаттар. Мына жақта еттің түрлері. Қолыңда тарелка береді, сонымен тасып жүресің. Поднос болмайды. Тәттілердің түрлері. Мына жақта спагетти бар. Еттерді әдемілеп қойып жатыр. Келесі түскі асқа дайындалып жатыр. Қазір сағат 12 болды. Мына жақта чайлар, ыстық шай сусындар, шырындар. Мына жақта қол жуатын орын. Бісміллә. Сыртқа қарай екен. Кемені жүріп бара жатыр. Біз қазір 8-ші қабаттамыз. Мына жақта уже бөлмелер басылып кетеді. Бөлмелерді осы жасылар арқылы айыра аласыз. Және де әр қабатта осындай не орналасқандығы жазылып тұрады. Лифтімен жоғары төмен түсесің. Барлығы тамақтанып бөлмелеріне қайтып бара жатыр. Буфеттен тамақ алсаңыз болады. Бірақ енді пакеттеп дәу емес. Шамалы өзіңіздің тамағыңыздан қалғанын. Мына жерде настольный теннис.
жақта ойын ойнап жатқан сияқты. Бинго ма, лото ма. Өте көп кісі. 75 75 75 Oscar 75 Oscar 75. Ricordi la volta che ti cantai e subito prendi così. Ti dico una cosa, se non la sai mancare, ma ci vuole bene perché l'amore di cuore non sai cantare, l'amore non basta mai essere Hazır oyunlar oynatılып жатыр. Qarana, өте керемет форма киіп алыпты. Керемет атмосфера. Кешка көрініс осындай. Ай, жаныма. Does anybody know what we are looking for? Not a hero, not a mindless crime behind the curtain. In the man's line, hold the line. Does anybody want to take it anymore? She must go home. She must go home. Her жерде балмұздақ сатылады. Осы жерге отырып Wow, I love you. So, ladies and gentlemen, thank you very much for now. Don't listen. Info to the cruise director Manuela. Ламарамен келдік. Осы жерде міне өмірім сағат 6:30-да деп орын алған. Ресторандағы орындар. Қазір адамдар барлығы кіріп жатыр. Мына жерде караоке болып жатыр. Мына жаққа шығасыз. Артыңыздан музыка мен поддержка көрсетеді. Мына жақтан қарап оқисыз. Барлығы караоке. Бұл қауіпсіздік жилеті. Круиздің ішіне кіргеннен кейін 2 күн ішінде лайнердің өзінің талаптары бар. Қауіпсіздік ережесін өтуге. Біздің бөлме
және де 3 адамға, енді комнатада қанша адам болады, соған арнап әрбірінен жеке-жеке болады. Осыны арнайы орынға барып, қауіпсіздік ережесін тапсырасын. Осындай инструкциясы көрсетілген, бөлмеде де тағы қағазда өзінің инструкциялары бар. 8-ші қабатта буфет ашылып жатыр. Барлығымыз алдын ала уақытында келгендер осылай кезекпен кіріп келе жатырмыз. Мына жақтан отставкаларды алып. Halal? Yes, halal. Two. Thank you. Buonasera, madame. Buonasera. Halal емес. Жаттығу залы осындай. Осындай көрініспен. Орамалдарды алып пайдалануға болады. Күшті. Мына жерде осындай жаттығу орны бар. Мына жақта билеті және де велосайкл бөлмесі. Балаларға арналған бөлме. Мына жерде балаңды тыса кетесің. Осыны ойнатады, осында қарайды. Қазір онда кіргізбейді екен бөтендерді. 7-ші қабатында осындай джакузи бар. Мына жақта осындай көрініс. Өте керемет. Машалла. Абу-Дабиге портқа келіп тоқтадық. Кішігірім сіздерге шоу көрсетейін. Бұл 18-ші қабат. Мына жақта бар орналасқан. Мына жерде түрлі концерт өтетін орын. Мына жерде стекло жолы орналасқан, әйнек жолы. Мына жерде күндіз адамдар демалады, күнге қыздырынады. Теңізге қарап жатады. Мына жақта балалар алаңы бар. Секіреді, ойнайды, шариктар. Қазір қалаға қарап тұр, тоқтап тұр. 2 күн осында болады. Міне жаңа айтқан әйнек жолы. Джакузи осы жерде орналасқан. 7-ші қабатта. Осындай. Мына жақта осындай кішігірім бассейн бар. Мына жерде теннис және футбол ойнайтын алаң орналасқан тура астында. Міне теннис ойнауға дайындалып жатыр. Ана жерде футбол ойын алаңы. Костаның орталығы. Мына жерде аквапарк, футбол зона. Мына жерде міне аквапарк, 2 түрлі сулар әлі ағып жатыр. Жоғарыда үлкен алаң бар. Ол жерден жан-жаққа көрініс қарап суретке түсуге болады. Мына жерде баскетбол алаңы.
қала көрінісі. Мына жерде жакузилер, бассейн және де бар орналасқан. Осындай. Ауа райы өте керемет болып тұр. Круиздан шығып бара жатырмыз. Қимай. Қазір міне круиздан шығып келе жатырмыз. Қолымда қалың киімдер, себебі қазір Алматыға түсеміз. Ол жақта күн өте қатты салқын болып тұр. Сол үшін жылы киімдерімізді алып алдық. Аэропортқа қарай бара жатырмыз. Жалпы қимай кетіп бара жатырмыз. Енді келесісін қашан қоямыз, қай жаққа қоямыз деген ой. Аллаға шүкір. 3 жыл бойы ойымда болған үлкен бір келіштатын жабылған шығар. Және де үлкен армандарға жол ашылды деуге болады осы жолы. Бір кездер мүмкін емес сей көрінеді. Әйтеуір бір нәрсе істей берсең, әрекет ете берсең, әйтеуір Аллах тағала бір нәрсе қылып жеткізеді. Қызық, өзің түсінбей қаласың. Жалпы міне лайнермен жасамыз. Келесіге дейін. Келесі жолы енді басқа круиздарға отыратын боламыз. Әр аймаққа әртүрлі круиздар жүреді. Іші де әртүрлі. Бұндай кеме тек біреу ғана. Бір-біріне ұқсамайды мысалға. Әр кеменің іші де, қызмет көрсетуі де барлығы түрліше болады. Тек бір ғана круиз бар емес. Көбісі ойлайды, инкруиздің өзінің кемесі бар, тек сонымен ғана жүреді деп. Жоқ, инкруиз ол жай ғана компания. Оның круизі жоқ. Круиздің компаниялармен бірге жұмыс жасайды. Былайша айтқанда жұмыс. Барлығы міне шығып жатыр ақырындап. Сыртына тазалық жасап жатыр. Абу-Даби круиз терминал. Бір сезім. Қызық. Қазір чемоданымды алуға келдім. Қайсы келмен. Қайттық үйге. Good afternoon, welcome aboard. Очень черный. Бұл біздегі лайнер. Лайнердің түрлері өте көп. Әр қайсының іші бір-біріне ұқсамайды. Тікелей сіздің қойған лайнеріңізге байланысты. Өзіңіз қоятын лайнерді ютубтан қарап алыңыз, барлығының іші видеолар барлығы бар. Мен сізді ютубтан басқа гуглдан тағы да ізденуіңізді сұраймын, себебі ақпарат негізі барлық жерде тегін. Ютубта болсын өте көп. Қазір осы ақпараттың өзі мысалға сізге тегін. Сондықтан ізденейік, саяхаттайық. Инкрузбен саяхаттауға тұрарлық. Инкрузбен саяхаттардың ішіндегі комфорт жағынан болсын, ол ең бірінші орында. Сіздің теңіздегі сізбен бірге жүретін сіздің қонақ үйіңіз. Жалпы бір дегенде бірнеше мемлекет көре алуыңыз. Одан кейін сіз қосымша ұшуларға, мемлекет арасындағы ұшақтарға уақыт құртпайсыз. Қонақ үйіңізде болады, осы демалыс орныңызда болады, көңіл көтеру орныңызда болады. Тамақтарыңыз барлығының ішінде, чай суыңыз барлығы ішінде, сіз төлеген ақшаның ішіне барлық кіреді.
қосымша енді өзіңізбен қанша ақша болу керек, ол да сіздің жеке шығыныңыз, жеке қалауыңызға байланысты, киім сыйлығы алуыңызға байланысты. Енді әрбір мемлекетке тоқтаған кезде сіз таксимен жүресіз ба, автобуспен жүресіз ба, билет аласыз ба, алмайсыз ба, өзіңіз жүресіз ба, соған да байланысты. Енді жеке шығыныңыз ешкім башқанда өзінше кетеді деп айта алмайды да, себебі ол өзіңіздің минималкамен де жүруге болады, максимуммен де жүруге болады, VIP-те жүруге болады, барлығы өзіңіздің қалтаңызға байланысты. Және де қандай саяхат болсын, ол өте қызық болады. Достарыңызбен болсын, жақын адамдарыңызбен болсын, әр саяхат өзіндігімен ерекше. Мен сізді жай ғана өз есебіңізді ашып, ақырын жинап, әлемді тануға, алланы тануға, алланың жаратқандарын тануға шақырамын. Жалпы лайнермен саяхаттаудың, лайнерді алудың негізі 3 жолы бар ғой. Біріншісі, Google-ға лайнер деп жазасыз, осы бағыт деп таңдайсыз, осы уақыт деп қарап, тікелей лайнердің өзінің сайтынан аласыз. Екіншісі, туркомпанияларға барасыз, мен осы жаққа барайын деп лайнермен деп туркомпаниядан аласыз. Үшіншісі, ол инкрузис арқылы. Инкрузиспен алудың тиімділігі сіз екеуіне қарағанда да сайттың өзінен -25%-ға дейін жеңілдікпен ала аласыз. Әрі асықпай жинап ала аласыз, яғни бірден төлеп тастамайсыз да. Асықпай жинап баруға мүмкіндік бар. Жалпы осы сұрақтарыңыз болса төменге қалдырыңыздар, мен мүмкіндігінше барлығына жауап беремін. Видеом ұнаған болса кері байланыс қалдырсаңыздар екен, мен өте қуаныштымын. Саяхатта кездескенше.